Депутаттар кездесуге келгендердің әрқайсысын жеке-жеке тыңдады. Әрқайсысы бойынша нақты жұмыс жүргізілетінін айтты. Қазір Қаңтар оқиғасына байланысты әр өңірде комиссия құрылған. Істің мән-жайы толық зерделеніп, мәселені заң шеңберінде шешуге сол комиссия мұрындық болады, деді депутаттар. Прокурормен сөйлестік, 6 бала бар, 18-ге толмаған балаларды оларды жібереді. Оны өзіміз контрольға аламыз. Біз Астанаға барғанда бүкіл каждый фамилияны жазып алдық, аты жөнін жазып алдық. Енді мынау списокпен Генеральный прокуратурамен, МВДмен бәрмен контрольға аламыз. Мында инвалид бар, содан кейін несовершеннолетний бар, сондай нелерді арнайы қараймыз. Келгендердің көпшілігі жақындарына жала жабылып жасамаған қылмыс үшін жауапқа тартама деп үрейленеді. Ал прокуратура өкілдері мұндай қауесетке сенбеуге шақырады. Проводим досудебное расследование, заново всех передопрашиваем. Қазір ұсталған күдіктілерге қатысты басынан бастап соталды тергеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әр істі жеке-жеке тергеу үстіндеміз. Сіздердің қолдарыңызға берген қағаздағы айыптар өзгертілуі мүмкін. Дәлелдерді нақтылап жатырмыз. Алаңдамаңыздар. Бізде барлық ашық түрде жүргізілетін болады. Ал сіздердің шағымдарыңыз міндетті түрде ескеріліп қаралады. Мәжіліс депутаттары ауруханада ем алып жатқан Азамат Батырбаевтың хал жағдайын біліп қайтты. Айтар арыз тілегін тыңдады. Арыз шағым бар ма? Абақтыда бұл жерде қандай мәселелер бар? Сіздерге қысым жасалып жатыр ма? Немесе бір жаңағы күш қолдану әрекеті болып жатыр ма? Осы мәселелерді білуге келдік. Бұл жердегі жалпы ем-дом қалай? Жалпы жағдай мәселесі қалай? Соны айтып берсеңіз бізге. Сол мәселемен келіп отырмыз арнайы. Абылай неге келетін болсақ, ешкімге жалғым жоқ аслында. Бүгін әлеуметтік желіге видео тарап отыр. Ішінде сіз куртка киіп, тас лақтырып, дубинкамен ұрып жүрген. Ол сіз ба, жоқ сіз емес пе? Негіз болған, тас лақтырдық. Болдым, тас лақтырдық. Жасалған істерге өкінесіз бе қазір? Иә, өкініп отырмын. Қаңтар оқиғасына байланысты құрылған комиссия қазір жер-жерде жұмыс істеп жатыр. Айтуларынша тұрғындардың арыз тілектері түгел ескерілетін болады. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы.